Кептірілген жемістерден чипсы жасап, қалай миллиондаған табыс табуға болады? Видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Қолдан жасалған пастилаға бүгінде сұраныс артып келеді. Бұл маусымдық жемістер мен жидектерді сақтаудың тамаша тәсілі. Пастила төмен температурада кептіріледі. Бұл жаңа піскен жидектер мен жемістердің барлық дәмі мен артықшылықтарын сақтауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар пайдалы десерт. Қазақстанның күнгейіндегі Шымкент қаласында тұратын кәсіпкер Әсем Поштаева бүгінде кептірілген жемістерден драже, пастила, чипсы жасау өндірісін дөңгелетіп отыр. 100% табиғи өнім. Кептірілген жемістердің адам ағзасына пайдалы екендігін дәрігерлер айтып жүр. Пастила өндірісі, яғни жеміс-жидектен жасалынған 100% табиғи өнімдер. Бұл 6 айдан асқан балаларға да жеуге болады. Яғни бұл жерде қант, ГМО деп қазір кезде ештеңе қосылмайды да, 100% табиғи. Ешқандай қант қосылмайды. Бұның тағы бір ерекшелігі, бұл аппарат негізгі Россиядан алдырылған, Эзитри деген аппаратта алдырылған. Бұл аппаратта 55 градус температурада, өте төменгі температурада, әр жеміс әртүрлі температурада дайын болады. Мысалы 15 градустан бастап 24 градусқа дейін. Және де жазғы уақытта ұзағырақ болады да, ылғалдылыққа да байланысты болады. Қыс уақытында сәл тезірек дайын болады. Сондай ерекшелігі бар. Мен өзім осы 2022-де грант ұттым, осы 1.225.000-дан. И осы аппаратты алдым. Аппаратты Россиядан алдырттым. Алудың өзі бір ұзақ уақыт болды. Пайдасы, бұл менің жасап жатқан өнімнің пайдасы, бұл жерде ешқандай қоспа қосылмайды. Балдарға болады. Қазіргі кезде барлығы ГМО ғой. Менде барлығын кептіріледі. 100% кәдімгі жуамыз, кептіреміз, кесеміз, аппаратқа саламыз. Ол өзі белгілі бір уақытта дайын болып шығады. Пастила деп отырғанымыз, мына жерде пастилалар барлық жеміс түрімен жасауға болады. Мысалы, сіз шиемен десеңіз, шиемен де жасауға болады, алмамен де жасауға болады. Бұл пастилада негізгі 30% алмадан тұрса, 70% қалаған жемісіңізден жасауға болады. Яғни, мысалы, сіз алма пектин болады ғой құрамында. Пектин 30%-ның құрайды да, ал қалған 70%-ын, мысалы, мына жерде айтып отқанымыздай, лимонның 70% бұл өсімдікте 70% лимон қосылған, 30% алма қосылған. Мына анардың согынан жасадым. Бұл жерде анардың согы бар, и плюс алма қосылған. Екеуі пастила болып жасалынады. Кивида тоже солай. 70% кивиді қосатын болсам, 20-30%-ын алмадан қосып жасалынады. Бұдан бөлек чипсы өндірісінде жолға қойған, балалар сүйсініп жейтін чипсы өндіруден миллиондаған табыс табуға болады дейді кәсіпкер. Бағасы да анау айтқандай қымбат емес. Бағалам оның несіне байланысты ғой, өнімнің бұл жерде 1500 теңгеден сатам. Бұл өнімнің өзі 1500-ден, упаковкасы бар, несі бар, ішіндегі өнім. Бұл жерде 4 түрлі дәммен беріледі. Әр дәм әр түрлі ғой. Мысалы, менде қазіргі шығып жатқан өнімдер алмадан, лимоннан, анардан, и сосын кивидан. Бұның өзі 1500-ден сатам. Одан кейін ішіне қоспаларына байланысты жаз мезгілінде, мысалы, жеміс-жидектер көп болады ғой, уже ол кезде арзандайды бұл бағалар. Сезонға қарай болады да, и қысқа қарай сәл әр өзінің жеміс-жидекке байланысты болады. Алдағы уақытта кәсіпкер сублимация өндірісінде қолға алмақты жоспарлап жүр. Сублимация, яғни ылғалды тез және толық кетіру арқылы тағамды сақтау әдісі болып табылады. Әсем Бауыржанқызы бұл әдіс әлі елімізде қолға алынбағандығын айтады. Мұндай өнімдерді балғын қалпында ұзақ уақыт сақтауға болады. Оның тұтынушылары да көп болары сөзсіз.